Құрметті әріптестер, қайырлы күн. Осы біздің парақшамыздың тұрақты тұтынушылары, құрметті ұстаздар, сіздермен бүгін міне талай көптен бері сіздермен тікелей эфирға шықпадым. Сондықтан мен осы аудиторияны бүгінгі күнді белгілеп сіздермен бірге ой қозғауды жөн санап отырмын. Тағы өзімді таныстырып кетейін. Көпшіліктеріңіз білетін шығарсыздар. Ибраева Жанар Мұхамедқалиқызы, Алматы қаласы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының қызметкері боламын, кафедра меңгерушісімін. Бүгін сіздермен бірге жалпы мына функционалдық сауаттылық мәселесі туралы сөз қозғағым келіп отыр. Енді сіздер ойлайтын шығарсыздар, бұл неге үшін қозғап отырсыздар деп. Бұл тақырыпты мен көптен бері осы тақырыпты бізде қысқа мерзімді біліктілікті арттыру курстарында осы мәселе бізде қозғалды. Өйткені бізде мына жалпы тіл пәндері бойынша функционалдық сауаттылықты біз қалай қалыптастырамыз, қалай тапсырмалар дайындаймыз, жалпы функционалды оқушы дегеніміз қандай болады деген мәселені біз қозғаған болатынбыз. Осы шілде, маусым айларында, мамыр айларында болған қысқа мерзімді курс кезінде осындай бізде тақырыптар болды. Сол тақырыптар бойынша мен байқадым, біздің жалпы мына тіл пәндері мұғалімдері қай пән болмасын, ішінде қызығушылықтары бар екенін. Көпшілік менде аудитория сол кезде көптеген сұрақтар қойды. Содан кейін мен өзіме жоспарлаған болатынмын. Жалпы мен осы өзімнің аудиторияма функционалдық сауаттылық туралы ақпарат берсем, және де өзімнің пәніме байланысты мына жалпы тіл пәндері бойынша функционалдық сауаттылықтың дамыту мәселесіне байланысты нені айтар едім деген осы мәселені көптен бері толғандырып жүрген болатыным. Сондықтан бүгін енді уақыты келген сияқты, сондықтан сіздермен қайтадан қауышқаныма қуаныштымын. Мына індеттен аман есен құтылып, барлықтарымыз күнделікті бұрынғыдай жұмысқа келіп, өз бостандығымыз өзімізде, жалпы өзіміздің мұғалімдерімізбен, оқушыларымызбен тікелей қарым-қатынас жасайтын күн тезірек туғанын қалаймын. Сондықтан ешқайсыңыз ауырмаңыздар. Сонымен енді бүгінгі күнімізге сәттілік тілей отырып, мен сіздермен бүгінгі тақырып бойынша мәселемді қозғағым келіп отыр. Жалпы әріптестер, мына функционалдық сауаттылық дегенді біздер мына 2012 жылдары бізде ПИЗа халықаралық зерттеуіне байланысты бізде Алматы қаласы бойынша біздің институтта көптеген курстар ұйымдастырылды. Сол курстарда біз курстың жетекшісі болып жүрдік. Сол кезде үлкен қызығушылық туды. Өйткені біз оны тікелей ол ақпаратты білмедік, бірақ арнайы дайындалып келген тренерлер біздің мұғалімдерімізге сабақ беріп дәріс ұсынған болатын. Сол уақыттан бастап мен осы функционалдық сауаттылықтың не екенін, бұл қайда кездеседі екен, неге бұл біз ерекше мән береді екенбіз деген мәселе менде толғандырған болатын. Енді жалпы бірнеше осы дәрістер оқи отырып, және де өзім осы ПИЗа халықаралық зерттеуінің бойынша дайындалған тренерлерден ақпарат ала отырып, мен сіздерге осы бүгінгі күнді айтқым келіп отыр. Жалпы функционалдық сауаттылық дегеніміз, әріптестер, бұл жалпы адамның күнделікті өміріндегі қалыптасатын дәстүрлі өмір деп айтсақ болады. Жалпы бұл мына функционалдық сауаттылық дегеніміз жеке тұлғаны қалыптастырудағы рөлі зор екен. Бұл дегеніміз не? Бұған біз оқушының мәдени ортасы, әлеуметтік ортасы, экономикалық қызметтерге атсалысуына және өмір бойы білім алуына ықпал ететін бұл маңызды фактор екенбіз. Жалпы мына функционалды сауаттылық дегеніміз, енді мен сіздерге қарапайым тілмен түсіндіріп берейін. Бұл біздің сыныптың ішіндегі, аудиторияның ішіндегі оқушыларымыздың, жалпы білім алушыларымыздың сыныптағы алған білімін өмірінде қолдана алу дағдысы. Көрдіңіздер ме? Өмірінде қолдана алу дағдысы. Сондықтан осы мәселе бізге қай кезден бастап нақты бізге жүзеге асыра бастады деп айтатын болсақ, бұл бізде қазіргі жаңартылған бағдарлама бойынша негізгі мазмұн осы біздің оқушыларымызды функционалдық
функционалдық сауаттылықты дамытуға арналған, сол бойынша құрастырылған бағдарлама деп айтсам болады. Өйткені біздің мына қазіргі функционалды сауатты ұрпақ тәрбиелеу үшін біздің мына жаңартылған бағдарлама бойынша берілген әрбір тақырып, бөлім болмасын, бөлімше болмасын, тіпті оқу мақсаттары, берілетін тапсырмаларымыз, тіпті оқулықтарымыздың өзі осы функционалдық сауаттылықты дамытуға тікелей бірден бір дамытушы факторлар деп айтсақ болады. Жалпы енді функционалды сауаттылық дегеніміз не, қандай термин дейтін болсақ, 1957 жылы ЮНЕСКО-ның, білесіздер, ЮНЕСКО-ның қолдауымен сауаттылық және минималды сауаттылық деген терминдермен бірге қатар енгізілген екен. Енді осының ішінде сауаттылық және минималды сауаттылық дегеніміз не екенін қарап айтайық. Жалпы сауаттылық дегеніміз бұл әріптестер оқу, жазу, санау, сонымен қатар басқа да құжаттармен жұмыс жасау дағдылары екен. Ал енді минималды сауаттылық дегеніміз бұл жай ғана хабарламаларды оқу және соны жаза білу. Жалпы біз күнделікті мына үлкен қалада тұрғаннан кейін көшеде, автобус аялдамаларында, тіпті жеңіл көліктің ішінде келе жатқан кезде түрлі жарнамаларды көреміз. Ол жарнамаларды біз қайтеміз, көп жағдайда былай жалпылама қарап өтіп кетеміз. Қараймыз, оқимыз, ойымызға сақтамаймыз, тек көз шалым ретінде ғана өтіп кетеміз. Ал бұл минималды сауаттылық екеніміз. Бұл дегеніміз қарапайым ғана бір сөйлемдерді немесе бір хабарламаларымызды, ол өзіміздің өмірімізге керек па, керек емес па, сол мәселелерді оқып, жай көз сүзіп өтіп кету керек екен. Ал жалпы сауаттылық дегеніміз бұл оқу, жазу және құжаттармен жұмыс жасау сауаттылығы. Ал соның тағы да бір ерекшелігі функционалды сауаттылық дегеніміз не? Функционалды сауаттылық дегеніміз әрбір адамның, тұлғаның әлеуметтік, мәдени, саяси ортаға араласуы, мейлі ол жас болсын, мейлі ол кәрі болсын, мейлі ол қандай мамандықтың иесі болсын, өзінің заман ағымына сәйкес тәрбиеленіп, өзінің заман ағымына қарай ілесіп отыруы, ол мамандығына, жасына қарамауы, және үнемі білімін жетілдіріп отыруы. Сонда ғана біздің әріптестер, біздің функционалды сауатты тұлға деген осыдан шығады екен. Мен қартайдым, немесе мен оқып алдым, мен 2 университетті бітірдім, мен докторантураны бітірдім, немесе магистратураны бітірдім, мен осымен болдым деп айтуға болмайды екен ешқашан. Біз өмір бойы білім алуға машықтануымыз керек екен, өмір бойы білім алуға жүгіруіміз керек екен. Және де біз мейлі сіз жасыңыз келіп тұрса да, сіздің мамандығыңыз басқа болса да, сіз өзіңіздің мына заманымызбен бірге қайнап отыруымыз керек екен. Кейде қарасаңыз, мысалы, қазір автобустың ішінде, немесе троллейбустардың ішінде, тіпті базарда, магазинде көріп қаласыздар, үлкен қарт адамдар кәдімгі біз сияқты ноутбуктармен жұмыс жасау, және де телефондағы түрлі әлеуметтік желілер, соларды белсенділік танытып отырған біздің үлкен ағаларымызды, апаларымызды көріп қаламыз. Үлкен қарт апаларымызды, тіпті үйде де бар шығар сондай апаларыңыз, аталарыңыз, көрдіңіздер ме? Ол кісілер заманның ағымынан қалмай келе жатқан бізде адамдар, көрдіңіздер ме? Ал енді бізде қаншама азаматтарымыз біздің қарапайым ақпараттық коммуникациялық технологияларды игере алмай, WhatsApp желісі, ВКонтакте, Facebook, Instagram сияқты желілерді түсіне бермейді. Ол тек қана телефонды қарым-қатынас құралы ретінде қолданып жүрген бізде қаншама азаматтарымыз бен азаматшаларымыз бар, көрдіңіздер ме? Сондықтан әріптестер, функционалдық сауаттылық дегеніміз бұл адамның әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге белсене араласуы, сонымен қатар бүгінгі дәуір, бүгінгі заманға сай ілесіп отыру, көрдіңіздер ме? Яғни ол заман адамнан алға кетіп қалмау керек. Керісінше адам заманмен бірге үйлесіп, заманның жаңа дүниелерін өзіне алып, сол арқылы білімін үнемі жетілдіріп отыру, яғни бұл функционалдық сауаттылық дегеніміз екен. Ал енді мектеп оқушысының функционалдық сауаттылығы дегеніміз не деп айтатын болсақ, әріптестер, мектеп оқушысының бұл функционалдық сауаттылығы, бұл оқушының, біздің алдымыздағы білім алушылардың пәнді терең түсіне отырып, сол алған білімін сыныптан тыс жерде кез келген жағдайда тиімді пайдалануын қамтамасыз ету екен мектеп оқушыларының. Өйткені мысалы біз енді басқа пәндер туралы мен айта алмаймын, орыс сыныптарындағы қазақ тілі туралы айтатын болсам, мысалы біз оқушыларымызға өзімізге тән жалпыға міндетті білім беру стандарт негізінде құрылған бағдарламаға сәйкес біз білім беріп жатырмыз. Біз оқушыларымызға 4 дағды: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларын қалыптастыруда көптеген тапсырмалар, сыныптан тыс жұмыстар, түрлі жұмыстарды жүргізіп үйретіп жатырмыз. Енді осы
үйретіп жатқан дүниеміз, әріптестер, біздің мына үйретіп жатқан дүниеміз бала өзінің өміріне қолданып отыр ма? Жоқ, әлде ол сыныптың ішінде бізге тастап кетті ма? Бұл жерде екі кереғар пікір пайда болады. Бізде осы үйретіп жатқан, біздің пән бойынша үйретіп жатқан терең білімімізді біздің оқушыларымыз көп жағдайда өзінің өміріне қолдана алмайды, әріптестер, қолдана алмайды. Өйткені біз беріп біздің өзімізді сол функционалды, нағыз функционалды сауаттылықты қалыптастыратын негізгі маман ретінде біздің өзімізде дайындықты қажет етеміз. Өйткені бізде ол дағды қалыптаспаған, көрдіңіздер ме? Біз көп жағдайда біз кейде бір қарапайым құжаттың өзін, мысалы бүгін алып сол құжаттың артынан іздеп жүріп барып сол құжатты аламыз да, сол құжатты алғаннан кейін бізге ол керек жоқ, тастай салатын жағдайлар болып жатады, иә? Ал ол құжаттың өмірімізге қажет болып қалатын, келесі бір жерде керек болып қалатын, немесе бір жерге негіздеме, дәлелдеме ретінде қолдану керектігін біз көп жағдайда еске сақтамай жатамыз. Сондықтан кез келген мына өмірде біздің білімімізді, әріптестер, 40 минуттың ішінде берген білімімізді білім алушыларымыз өзінің өмірінде қолдана алу керек. Яғни біз қазақ тілінде сабақ береміз бе? Біз қазақ тілінде оймен тапсырмалар орындатамыз, сөз жаттатқызамыз, түрлі жаттығу жұмыстарын жүргіземіз, диалогқа түсіреміз, монолог оқиды біздің оқушыларымыз, кітаппен жұмыс болады, қаншама ресурстармен жұмыстар жүргізіледі, иә? Яғни осы жұмыстарды оқушы өзінің өмірінде қолдана білмеуі, бұл әріптестер біздің мына функционалды сауаттылығымыздың төменгі дәрежесін көрсетіп отыр. Өйткені біздің орыс тілді мектептердегі қазақ тілін оқыған білім алушылар дүкенге барған кезде олар қазақ тілінде ол 100-дің 1-і ғана нан беріңізші немесе сүт беріңізші деп сұрауы мүмкін, иә, келісесіздер ол сөзге. Ал енді көпшілігі өзінің ана тілінде сөйлеуге ұмтылып тұрады және ол бірінші қадам жасайды. Көрдіңіздер ме? Яғни біздің мектептегі үйреткен қазақ тілі мен қазақ тілі мен әдебиеті пәні, яғни біз әлде де балаларымызды функционалды сауаттылыққа қалыптастыра алмай жатырмыз деген сөз. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бізде функционалдық сауаттылықтардың бірнеше әріптестер бізде бағыттар бар екен. Сол бағыттарына тоқталып кетейін сіздерге. Оқу және жазу сауаттылығы деп аталады екен. Сонымен қатар жаратылыстану ғылымдарындағы сауаттылық, компьютерлік сауаттылық, математикалық сауаттылық, денсаулық сауаттылығы және құқықтық сауаттылық деп аталады. Оқу және жазу деген сауаттылыққа келетін болсақ, оқу және жазу сауаттылығында оқушылар өзінің көне дәстүрін, көне дүниелерін білу және құштарлану және оның құзыреттілігі даму екен. Яғни біздің оқушыларымыз осы оқу және жазу сауаттылығында өзінің көрген білгенін тиянақты түрде мазмұндап жеткізе алу қабілеті екен. Ал жаратылыстану ғылымындағы сауаттылық дегеніміз бұл ғылыми дүниетанымын қалыптастырып, ғылыми білім жүйесінде негізделіп, танымның логикалық саналы тәсілдеріне арқа сүйей отырып, оқушыға берілетін теориялық біліммен қатар ғылыми категориялар мен дәлелдерді пайдалануға мүмкіндік беретін сауаттылық екен. Компьютерлік сауаттылықты білесіздер, бұл ақпаратты коммуникациялық сауаттылық, бұл яғни оқушының ақпараттық мәдениеттілігін, сауаттылығын және ойлауын қалыптастыру болып саналады екен. Математикалық сауаттылық дегеніміз, математикалық сөйлеу және жазу мәдениетіне қарай қоршаған ортаны және оларды оқып үйренудің оқушылардың дүниесінің ғылыми бейнесін меңгерудегі басты құралы болып саналады екен. Ал денсаулық сауаттылығы дегеніміз бұл әрбір жеке адамның, жеке тұлғаның өзінің дені сау, жанына керекті, денсаулығы мықты оқушы тұлғасын қалыптастыру болып саналады екен. Мысалы, біздің өзіміз, денсаулық сауаттылығымыздың қаншалықты дамығанына мен сіздерге мысал келтіріп берейін. Мысалы, біздер көп жағдайда, өзіміздің аумағымыздағы өзіміз бекітілген, тіркелген емханаға оңайлықпен бара бермейміз, оңайлықпен бара бермейміз. Тіпті өзіміздің бір жеріміз балтырымыз сыздаған кезде ғана барып, біз қай жерге бару керек екенін, қайда бару керек екенін түсіне бермейміз. Көп жағдайда өзімізге қажетті мемлекеттен бөлінетін арнайы квоталарды, мемлекеттен бөлінетін бізге тегін медициналық сақтандыру туралы бізде қазір көп деген біздің азаматтарымыз біле бермейді. Тіпті біздің осы бізге қалыптасып қалған, біз ауруханаға немесе емханаға бару үшін біз міндетті түрде оның есігін қағып, ана тіркеу бөліміне бару сияқты сондай дүние болып тұрады бізге, Керісінше әріптестер, біздер қазіргі мынандай заманауи дамыған заманда түрлі қосымшалар арқылы, түрлі мобильді қосымшалар арқылы, тіпті мына тікелей біздің емханалардың ашып қойған түрлі қосымшалар арқылы тіркелуді көбі біле бермейді. Мысалы, мен жақында ғана
Дамумет деген қосымшаны ашып, өзім сол қосымшаны жүктеп көрдім, таныстым. Сол қосымшаны тіркеп алдым, және сол қосымшаны тіркеген кезде менің байқағаным осы қосымша арқылы біздің қаламыздағы көрсетілген мына емханаларға тіркеуге тұру, кезекке тұру, өзімізге қажетті мына терапевт па, өзімізге қажетті мысалы невропатолог па, сол сияқты мамандардың қай кезде жұмыс істеу керек екенін, оның қай жерде болу керек екенін біз міндетті түрде сол есігін қағып барып білу керек сияқты болып тұрамыз, көрдіңіздер ма? Ал енді қазіргі таңдағы біздің жас буын балаларымыздан сіз сұраңызшы, ауруханаға, емханаға бару керек десеңіз, ол бірден мына мобильді біз өзінің телефонын ақтара кетеді, көрдіңіздер ма? Өйткені ол заманның ағымына сай өсіп келе жатқан балаларды біз тәрбиелеп отырмыз. Ал біздердің өзімізді әріптестер функционалды сауатты азаматтар деп айтуға әлде де бізге ертерек. Біз сол үшін мына денсаулық сауаттылығына ерекше айтқым келеді әріптестер. Біз осы түрлі қосымшалар арқылы біз кезектен тыс ауруханаға, емханаға кезекке тұру, өзімізге қажетті ақпаратты алу, өзімізге бөлініп жатқан, мемлекеттен бөлініп жатқан тегін дүниелерді алу деген бізде осы мәселеде әлде де бізде оқу керек, үйрену керек екендігін айтқым келеді. Сонымен қатар бізде құқықтық сауаттылық деген бар, білесіздер, құқықтық сауаттылық бұл кез келген азаматтарда болу керек. Бізге мысалы жанымызға қажетті дүниені мысалы жанымызға тиіп кететін жағдайлар болады, жұмыста немесе бір өзіміздің әлеуметтік ортада, бір дүкенде, тағы да басқа жерлерде мысалы бір келеңсіздіктер болып қалады, өзіміздің жеке басымызға, жеке тұлғамызға тіл тигізетін жағдайлар болып жатады. Сондай жағдайда мен сені сөйтіп жүремін, мен сені бүйтіп жүремін деген сияқты біз құрғақ сөздерге әуес боламыз. Ал енді ол жерде қандай заңға сүйену керек, ол жерде кім нақты дерекке сүйеніп отыр, біздің істеп отырған дұрыс па, біз мына жолымыз дұрыс емес па, осы мәселені біз көп жағдайда құқықтық сауаттылықтан бізде кішкене аздау ақпараттар. Өйткені оны біз барлықтарымыз байқаймыз. Әсіресе біздің аттестация кезінде біздің пән мұғалімдері, сонымен қатар курс кезінде біздер көптеген әріптестеріміз бізге тренерге, курстың жетекшісіне көптеген сұрақтар қойып жатады. Бізде мектеп әкімшілігі курсқа жібермей жатыр. Бізде аттестацияға баруымыз керек еді. Бізде мынандай сертификат жарамды деді, мынандай сертификат жарамсыз деген сияқты көптеген осындай бізге пікірлер, сұрақтар қойып жатады. Бұның барлық әріптестер біздің әлде де құқықтық сауаттылығымыздың, сонымен қатар біз қандай ережеге сай, қандай бұйрыққа сай жұмыс жасап жатқанымыз туралы бізде ақпараттар аздау. Сол үшін мен өзім ойлаймын, кей жағдайда, мысалы біздің өзімізде де ол жағдай болып қалады. Мына қазіргі шығып жатқан біздің өзімізге тікелей қызметімізге байланысты бұйрықтар және де басқа да өзгертілген, түзетілген, редакцияланған бұйрықтар болып жататын болса, соны бір ақпараттық бір баяғыда болушы еді ғой, білесіздер ме, мектептерде сондай бір ақпараттық тақтама немесе бір ақпараттық бұрыш па бір нәрсе ұйымдастырып, сол жерде біздің қызметкерлеріміз сонымен танысып отырса, олардың аз да болса құқықтық сауаттылығына көмегі еді дейді. Мен көп сөйлеп кеткен сияқтымын, әріптестер мында сұрақтар келіп жатыр. Қайырлы күн дейді. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту бағытында қандай әдістерді қолданған тиімді дейді. Мен қазір айтып кетемін. Жақсы, сұрағыңызға рахмет. Дамумет қосымшада узкий специалистерге жазыла алмайсыз дейді. Өте жақсы, міне функционалды сауатты, яғни денсаулық сауаттылығы жоғарғы дамыған азаматшамыз сұрақ қойып отыр, өзінің пікірін білдіріп отыр. Жақсы, тамаша. Ол жерде мен байқағаным, мысалы мен оны өзім тікелей ашып көрдім. Мына лабораториялық қызметтер, сонымен қатар мына УЗИ дейміз, компьютерлік томография дейміз, сол жерге мен өз басым сол жерге тікелей кезекке тұрдым, өз басым осы Дамумет арқылы. Сол үшін осы мәселені айтқым келеді, мен өз басым осыдан өтті. Тағы да сұрақ қойған екен, мысалыға педагогтар хат алады, сосын анда-мында жүгіріп жүреді деп функционалдық сауаттылығы жоқ деген осы дейді. Қаншама педагог келеді, мені курсқа жіберді деп, ол курс қай жерде болатынына білмейді. Сол хаттағы орындаушыға хабарласып білсе, уақытын үнемдейтін
үнемдейтін еді. Өте жақсы айтып отырсыз. Өйткені бізде мына біліктілікті арттыру курстарының басталған кезінде әріптестер біз бір қан майданға кіріп кеткен сияқты боламыз. Бізде арнайы бөлімдер бар біздің курстың қызметін қамтамасыз ететін. Сол мамандармен бірге біз үлкен бірінші, екінші күндері осындай бір адасушылыққа тура келеміз. Өйткені мектеп әкімшілігі курсқа жібереді, бірақ ол қызметкердің қосымша жұмыс үлесін, оның арнайы сағаттарын кімге беру керектігі және оның қайда бару керектігі туралы ақпараты жоқ. Бізде қаншама әріптестеріміз келіп жатады. Кейде біз адресті айтып тұрсақ та, ол өрлеу қай жақта деген кейде бір жаныңа бататын сұрақтар да болып жатады. Көрдіңіздер ме? Өте жақсы бізге пікір айтып отырсыз. Аида ханым, сізге үлкен рахмет. Сонда дұрыс айтасыз, яғни біздің әрбір қызметкеріміз функционалды сауатты болатын болса, бұл әрине әр адамның өзінің уақыты үнемделер еді дейді. Енді мен сіздердің бірінші сұраққа жауап бергім келіп отыр. Жалпы біздердің дейді оқушылардың функционалды сауаттылығын дамыту бағытында қандай әдістерді қолданған жөн дейді. Енді мен басқа пәндер туралы әріптестер айта алмаймын, айтуға да менің құзыреттілігім жетпейді. Сондықтан өзімізге тән өзімнің пәнім тіл пәндері бойынша мен осы функционалдық сауаттылықты дамыту мәселесіндегі бірнеше тұжырымдарға тоқталып кеткім келеді. Жалпы біз ең бірінші оқушыларымызды әріптестер бірінші сабақтан бастап сөйлесім әрекетінің түрлерін дейді. Айтылым, жазылым, тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым осы әрекеттерге меңгертуіміз керек. Қалай тыңдайды, нені тыңдайды, қай кезде тыңдайды, тыңдай отырып қандай жұмыстар атқарады, соны бізде көп жағдайда біздің оқушыларымыз біле бермейді. Мысалы, сіздер кей жағдайда болады, сабақтарға қатысқан кезде мәтін алды тыңдалым жұмыстарын ұйымдастырып жатады, біздің әріптестеріміз, педагогтер. Сол кезде біздің оқушыларымыз бірден қолына қаламын ала салып, тыңдап отырып жазып отыратын жағдайлар болады. Ол бірінші тыңдалымды дұрыс ұйымдастырып, мұғалім ұйымдастырған тыңдалымды дұрыс қабылдай алмай жатады. Сондықтан біз оқушыларымызды бірінші сабақтан бастап сөйлесімнің барлығына тілдік дағдылардың түрлерімен тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым әрекеттерін меңгертуді үйретуіміз керек екен. Әрбір дағдының өзінің ерекшеліктерін үйретуіміз керек. Біз енді бұған аз уақыт бөлініп жүрген жоқ. Мына жаңартылған бағдарламаның аясында біз қаншама курстар өткізіп, әріптестерімізбен қаншама семинарлар өткізіп жатыр, мектептерінде коучинг өткізіп жатыр, өздерінің әдістемелік бірлестіктерінің арасында талқылап жатыр. Бірақ сонда да әлде де бізде мектеп оқушыларының, білім алушыларының арасында кездеседі, бізде де әлде де осы 4 дағдыны әлі де толық меңгере алмай жатқандығын байқаймыз. Тіпті біздің әріптестеріміздің өзінде де мына оқу мақсаттарын алған кезде бірнеше оқу мақсаттарын қатар алып, немесе бірінші 90-дағы оқу мақсаттары қиын, ауыр, мен екінші 90-дағы оқу мақсатын ала берсем бола ма деген сияқты бір сондай бір қысқа түсініксіз сұрақтарды қойып жатады. Көрдіңіздер ме? Бұның барлығы бұл қарап отырсаңыздар, бұл функционалдық сауаттылық деген бұл аспаннан түскен дүние емес, әріптестер. Бұл біздің күндегі өміріміздің бір жалғасы, өмірімізге керекті бір ақпарат. Қарап отырсаңыздар. Екінші не істей алады жалпы тіл пәндері бойынша? Екінші мәселе бұл өзінің сыныптағы алған білімін өмірде қолдана алу, кез келген жағдайда қолдана алу. Ол әлеуметтік ортада болмасын, басқа қандай ортада болмасын. Мысалы, біз мына халыққа қызмет көрсету орталығы деген бар ғой бізде қазір, сон дейміз, сол жерге біз көп жүгінеміз. Сол жерге көп қызмет бойынша және де басқа өзіміздің жеке отбасымызға байланысты сол жерден құжаттармен алмасып отырамыз. Сол кезде кез келген азаматтар біздер барған кезде бізге түрлі өтініштер толтыру керек болады, түрлі мысалы хаттар жазу керек болады. Біз не дейміз? Айналайын, мынаның үлгісін берші дейміз, Бізде сол бір кезекші сөз болып қалған. Ал біз сол үлгі болмаса, біз құжаттардың өзін толтыра алмай қаламыз кей жағдайда, әріптестер. Мысалы, өтінішпен, арызды, қызмет хатпен хабарландыруды мысалы көп жағдайда біздер шатастырып жатамыз. Енді осы мәселеге байланысты мына біздің барлық сыныптардың оқу бағдарламасын, оқу мақсаттарын әріптестер қарасаңыздар, осы мәселеге байланысты бізде көптеген оқу мақсаттары, тамаша оқу мақсаттары, тапсырмалардың түрлері бар екенін айтқым келеді. Үшінші, бізде функционалдық жалпы тіл пәндері бойынша мемлекеттік тілде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасау деген бар. Бұл өте бір әлгі сіздерше айтқанда, біз әлгі кезек бір айтқан кезде өте бір ауыр тақырып, ауыр сөз, мемлекеттік тілде ауызша жазбаша қарым-қатынас жасау.
Көрдіңіздер ме? Сол себепті бізде әріптестер мемлекеттік тіліміздің дамымай жатқан себебінің бірден бір себебі осы. Біздер көп жағдайда орысша қарым-қатынас жасауға тырысамыз. Телефон тұтқасын аласа, бар жақтағы адам қазақ па, ол ұлты тәжік па, ол ұйғыр ма, немесе ол өзбек па, ол ұлтты қарамаймыз. Біз міндетті түрде орыс тілінде қарым-қатынас жасауға тырысамыз. Өйткені білеміз, біз орыс тілінде барлық азаматтардың сөйлей алатынын, ақпарат алмаса алатынын білеміз. Сол себепті көп жағдайда осындай мәселелер болып жатады. Көрдіңіздер, бұл қарапайым ғана мемлекеттік тілде қарым-қатынас жасау, ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасаудың өзі функционалдық тіл білімдеріне, әсіресе мына пән бойынша, жалпы пән бойынша оқушылардың функционалдық сауаттылығының тағы бір баспалдағы десек болады. Келесі баспалдақты айтқым келеді, әріптестер. Бұл әлеуметтік талаптарға сай келу үшін дейді, оқушының ақпараттық технологияларды қолдану және проблемаларды шеше алуға үйрету. Осы мәселе, әріптестер, бұл мәселеде бізде жаңғыртылған бағдарлама бойынша барлық оқу мақсаттар, көптеген оқу мақсаттар осы мәселеге шешу. Мәселені шеше білу, басқа да бір біздің тіл пәндерінде өте көп оқу мақсаттар бар. Яғни ақпараттық коммуникациялық технологияларды өзіне тән, өзіне бағындыра алу, оның өзі де біздің тіл пәндеріндегі дамыту екен функционалдық сауаттылықты. Яғни ол смартфон, мейлі ол ноутбук болмасын, мейлі ол планшет болмасын, мейлі ол интернет желісі болмасын, әлеуметтік желілер болмасын, бұның барлығы біздерге, яғни оқушыларға, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдеріне қызмет жасау керек екен. Ол құры уақыт өткізіп, немесе бір уақытын созып, немесе бір қызықты дүниелерге, немесе өзін жарнамалауға емес, керісінше білімін тереңдетуге, өз білімін осы технологиялар арқылы тереңдетуге, бекітуге жұмыс жасау керек екен, көрдіңіздер. Ары қарай, одан кейінгі баспалдақты айтқым келеді, оқушылардың өзгермелі өмірге бейімделуіне үйрету. Өзгермелі өмірге бейімделуіне үйрету. Көп жағдай болады, мектепте, мысалы мектепте білім алушылардың арасында көптеген жағдайлар, көптеген ситуациялар, көптеген проблемалық жағдаяттар болып жатады. Біз көп жағдайда, біздер педагогтер, біз оқушылармен қарым-қатынас жасаған кезде, біз оқушылардың жеке өз пікіріне көп пікірін нетпей жатамыз, пікірмен келіспей жатамыз. Бізде көп жағдайда өзіміздің пікіріміз құнды болып саналады да, ересек азаматтардың. Балаға көп жағдайда біз оның пікірімен келісе алмай жатамыз. Сол үшін үйдегі әрбір отбасы, әріптестер, әрбір отбасы өзінің үйдегі, мейлі ол әлеуметтік жағдай болсын, тұрмыстық жағдай болсын, тіпті коммуналдық жұмыстар болсын, үйіндегі қаржы, үйдің әр үйдің өзінің саясаты болады. Осы мәселенің барлығын балалармен ақылдасып, соны үйретіп отыру керек. Ақша қайдан келеді, ақшаны қалай жұмсау керек, телефон қайдан келеді, осының барлығын әрбір отбасында болып жататын болса, бұл кез келген біздің оқушыларымыз өмірінде кез келген кездескен проблеманы шеше алар еді. Өйткені бізде қазір көп жағдайда, мысалы бізде ғалымдар айтып жатыр ғой, мектеп мұғалімдерінің арасындағы ер азаматтарының аздығынан біздің қазіргі балаларымыз, жігіт ұлдарымыз әсіресе мектептегі проблеманы шеше алмайды. Көп жағдайда ата-аналарына, әсіресе аналарына жалтақтайды деген осы бір қоғамның бір көлеңкелі жағына ауысып келе жатырмыз, байқасаңыздар. Кезіндегі тәйт десе тала қалатын қазір оқушыларымыз өте аз. Талап қойғыш оқушыларымыз көбейіп кетті қазіргі таңда. Дау ой оқушыларымыз көбейіп кетті қазіргі таңда. Тырнақтың астынан кір іздейтін бізде оқушыларымыз өте көп. Көрдіңіздер ме? Сонда біздің ол оқушыларымыз өзіндегі проблеманы басқадан іздеп тұр ғой. Көрдіңіздер ме? Өзі шеше алмайды. Ол өзіндегі проблеманы басқадан іздеп тұр. Сондықтан кез келген оқушының өмірінде қандай өмірінде өзгерістер болады, сол өмірге бейімделуіне үйретуіміз керек екен. Бастауыштан орта буынға көшу, орта буыннан жоғарғы буынға көшу, жоғарғы буыннан жоғарғы мектепке көшу, осының барлығы оқушының өміріндегі өзгермелі өмір екен. Келесі, кез келген біздің оқушыларымыздағы келесі баспалдақ жеке бас қабілеттерін дамыту деп аталады. Мейлі біз ол қазақ тілі пәні болмасын, басқа пәндер болмасын, біздің оқушыларымыздың жеке бас қабілеттері даму екен. Мысалы біз мына проект, жоба дейміз, осы зерттеушілік қабілетті осы бізде көп жағдайда біз әлде де дамыта алмай жатырмыз. Бізде мына курс кезінде де айтамыз, біз мына оқушылармен жүргізілетін зерттеу жұмыстары бізде әлде де біз дұрыс бағыт ала алмай жатырмыз. Зерттеу жұмыстарын дұрыс жеткізе алмай жатырмыз. Нені зерттеп жатырмыз, нені біз айқындауымыз керек, оның мәселесі қандай, оның проблемасы қандай,
қандай нәтиже күтеміз осы бойынша бізде зерттеу деген бізде көп жағдайда аздау болып жатады. Осы туралы ақпаратта аздау болып жатады ма, жоқ әлде бізде өмір бақи дайын біліммен үйренген ұрпақ болғаннан кейін сол әлде де сол тенденция келе жатыр ма, сол мәселені кейде мен өзім байқап қаламын. Бізге бір нәрсені зерттеу десе біз міндетті түрде ғалым болу керек па, жоқ әлде ол басқа болу керек па деген бір сондай ақпарат бізге керек болып жатады. Сондықтан әртісі келесі осы баспалдақта айтқым келеді, біздің оқушыларымыздың жеке бас қабілеттері дамытуымыз керек екен. Енді өзімнің пәнім бойынша тағы да бір баспалдаққа келгім келеді, оқушылардың әлеуметтік мәдени дағдыларын дамыту. Әлеуметтік мәдени дағдыларын дамыту. Бұның барлық әріптестер, біздер мысалы үлкенге жол беру, үлкенге орын беру, үлкендер сөйлеген кезде қабаттасып сөйлемеу, бұның барлық этика қарап отырсаңыздар, ұлттық құндылық бұның барлық қарап отырсаңыздар. Сонымен қатар үлкен асқа, дастарханға әкеден бұрын қол созбау, үлкен кісіден, қонақтан бұрын қол созбау, осының барлығы бізде тұнып тұрған құндылық әріптестер. Бұның барлығы бізге бұл функционалдық сауаттылық деген бізге бір дүниеден немесе бір шетелден әкеп берген дүние емес, біздің біте қайнасқан өмірімізге қажетті дүние. Бұның барлығы бізге керекті дүние. Сондықтан бұл оқушы өзінің әлеуметтік ортада қалай ұстау керек, өзіндік бір дағдысы қалыптасу керек. Осының барлығы біздің тіл пәндеріндегі дамыту мәселесіне тағы бір баспалдақ деп айтсам болады. Келесі мәселе, келесі тағы бір баспалдақты айтқым келеді. Бұл қазақ халқының салт дәстүрі, өзіміздің ұлттық ғұрпымыз, сонымен қатар мәдениетімізді құрметтеуге, түсінуге баулу. Енді бізде білесіздер, мәңгілік елдің 7 құндылығы деген идеяны жалпы біздің сабақтарымызда, әрбір сабағымызда көрініс табу керек дегенбіз. Сонымен қатар әрбір мектептің оқу орындарының өзінің құндылығы бар деп жатамыз. Осы құндылықтардың барлығы біздің сабақтарымызда көрініс тауып жататынын айтып білесіздер. Барлықтарыңыз оны қысқа мерзімді сабақ жоспарында көрсетіп отырасыздар. Енді осыны шын мәнінде біздің оқушыларымыз өзінің салт дәстүр мәдениетін құрметтей ала ма? Тарихын түсіне ала ма? Және оны құрметтеуге баулуға біз тәрбиелеп жатырмыз ба? Яғни бұның өзі бізде 8-ші баспалдақ болып саналады екен. Әріптестер, мен қазір сіздерге 8 баспалдақты айтып беріп кеттім. Бұл баспалдақтың барлығы жалпы өзімнің пәнім бойынша қазақ тілі мен әдебиеті және қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәндері бойынша оқушылардың сауаттылық, функционалдық сауаттылығын дамытуға байланысты жүргізілетін қадамдардың түрі екен. Енді бұл функционалдық сауаттылықты әріптестер қандай құжат бойынша бізде берілген дейтін болатын болсақ, алғаш рет 2012-2016 жылы ұлттық іс-қимыл жоспары бекітілді, дайындалды. Осы іс-қимыл жоспарында әріптестер біздің Қазақстандағы білім жүйесінің сапасы, білім жетілдірудің сапасы, функционалдық сауаттылыққа байланысты атқарылатын іс-шаралардың жүйелілігі, сонымен қатар тұтастығы және оларды қамтамасыз ету мәселесі осы ұлттық іс-қимыл жоспары деген құжатта берілген. Біз жалпы мына курс кезінде нормативті құқықтық модуль бойынша біз әріптестерімізбен мектеп және балабақша, колледжден басқа да мекемелердің, жоғарғы мекемелердің ұстаздарымен жұмыс жасаған кезде біз осы мәселені де толық айтып кетеміз. Осы жалпы ұлттық іс-қимыл жоспарында біз айтып, талқылап, түсіндіріп, сұрақтарына жауап беріп отырмыз. Осы ұлттық жоспарда не айтылған дейтін болсақ, бұл жерде де сол. Жалпы мына біздің өзіміздің қазақстандық мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытуды отандық және шетелдік тәжірибемен зерделеу. Сонымен қатар осы іске асырудың тетіктерін анықтау, білім мазмұнын жаңартуды қамтамасыз ету стандарттар, білім бағдарламалары, жоспарлар, осының барлығын жүйелі жүзеге асыру. Сонымен қатар осы жүзеге асыру үшін оқу әдістемелік қамтамасыз етуді жоспарлап отыр екен. Сонымен қатар техникалық материалдық базаны да жасау. Енді бұл ұлттық іс жоспар неге енгізілді дейтін болатын болсақ, бізде әріптестер әрбір мектептің оқушыларының сыныптардың білім сапасы анықталады, сіздерде мектепте. Осы білім сапасын сіздер анықтап, оқу ісінің директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарына сіздер есеп бересіздер, отчет бересіздер. Осы есептің негізінде сіздің мектебіңіздің білім сапасы айқындалады. Одан кейін ол аудандық оқу бөліміне, одан кейін білім басқармасына, ең соңында біздің білім және ғылым министрлігіне барады. Және сол арқылы анализ, мониторинг жүргізіледі. Сол сияқты біздің оқушыларымыздың, жалпы қазақстандық білім алушылардың білім сапасын және функционалдық қаншалықты сауатты екенін айқындайтын бізде үлкен халықаралық зерттеу бар екен. Бұл PISA халықаралық зерттеуі,
Тимс халықаралық зерттеу және Пирлс халықаралық зерттеу деген бізде 3 халықаралық зерттеу бар екен, әріптестер. Яғни осы ұлт жоспардың бірден бір себебі, әріптестер, енгізудің осы PISA 2009, PISA 2012 жылғы халықаралық зерттеуінің рейтингісіндегі біздің қазақстандық оқушылардың білім жүйесінің төмендігін көрсетеді. Бұл әрине біз осы уақытқа дейін білім жүйесі төмен нәтиже көрсеткенімен, әлде де бізде осы мәселе әлде де жолға дұрыс қойылмай жатыр, әлде де біздің оқушыларымыз төмен нәтиже көрсетіп жатыр. Егер де, құрметті әріптестер, болашақта осындай PISA халықаралық зерттеу бойынша жаратылыстану бағытындағы, гуманитарлық бағыттағы курстар, немесе бір оқулықтар көріп қалсаңыздар, немесе бір семинарлар көріп қалсаңыздар, міндетті түрде сіздер барып, сол жерден өздеріңізге ақпарат алғандарыңыз дұрыс. Өйткені біздің осында бірден бір пән бойынша іріктеп, әрбір оқушымен қалай жұмыс жасау керек гуманитарлық бағытта, жаратылыстану ғылымдары бойынша қалай біз жұмыс жасау керек, осы бойынша кәдімгі мәтіндермен жұмыс, мәтіндерді талдау, мәтіндерге анализ жасау, қарапайымнан күрделіге қарай барамыз, осы мәселенің барлығы осы жерде айқындалған екен. Енді сұрақтарыңыз болса жазып кетіңіздер. Сұрақтар жақсы тақырып екен дейді. Әрине өте жақсы тақырып. Мен бұл тақырыптың жалғасы бар екенін айтқым келеді. Мен енді келесі вебинарларымда осы әрбір PISA дегеніміз не, TIMSS дегеніміз не, басқа да Пирлс дегеніміз қандай халықаралық зерттеу, осы бойынша да сіздерге ақпараттар беруге уәде беремін. Себебі бұл өте ауқымды тақырып. Және де мен сіздерге бүгінгі сабақтар, бүгінгі менің вебинарымда өзімнің пәнім бойынша тіл пәндеріне байланысты функционалдық сауаттылықты қалай біз дамытамыз, соның 8 баспалдағын сіздерге айтып беріп кеттім. Сонымен қатар функционалдық сауаттылықтың түрлері, жалпы сауаттылықтың түрлеріне де кішкене ақпарат беріп кеттім. Сондықтан өзіңізде тың ақпараттар болып жатса, немесе бір қосатын мәселелеріңіз болып жатса, міндетті түрде осы Facebook парақшасына белгілеп, өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойып, ақпараттарыңызбен бөліссеңіздер дұрыс болар еді. Енді мен сіздермен қоштаспаймын, бірақ қоштасуға тура келіп тұр. Өйткені өзімде белгіленген уақыттың да аяқталғанын хабарлаймын. Сондықтан осы жайында сіздер осы функционалды сауаттылыққа байланысты тағы да дүниелеріңіз болып жатса, парақшада пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сұрақ қойғандарыңыз үшін рахмет. Амандықпен, мына халқымызға келген енді нәубет деп жатырмыз ғой, осы індеттен аман есен құтылып, емін еркін бала мектепке, педагогтер мектепке, біздер мұғалімдермен бірге емін еркін түрлі курстар өткізіп, қызықты жұмыстарды жүргізуге нәсіп етсін Алла. Сондықтан аман, сау болыңыздар, ауырмаңыздар. Келесі кездескенше амандықта кездесейік. Аман болыңыздар.